Алтыншы дәріс. Оқу үдерісіндегі интернет технологиялардың рөлі. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші. Интернет технология туралы түсінік. Екінші. Интернет технологияның дидактикалық қасиеттері мен ұстанымдары. Қоғамның ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үдерісінде пайда болған интеллектуалдық ортада адамға өмір бойы өз білімін жетілдіріп отыруға зор мүмкіндік беріліп отыр. Бұл мүмкіндік жаңа білім беру жүйесі құрылған жағдайда іске асырылмақ. Демек, ақпараттық қоғамда жаңа заманға лайықты білім беру жүйесін қалыптастыру білім беруге ақпараттық коммуникациялық технологияларды ендірумен тікелей байланысты. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар құралдары өзінің дидактикалық мүмкіндіктерімен оқыту жүйесінің барлық компоненттерінде, оқытудың мақсатында, мазмұнына, әдістері мен ұйымдастыру түрлеріне әсер етумен қатар адамның интеллектуалдық шығармашылық әлеуетін, аналитикалық сыни ойлау қабілетін, оқу барысында түрліше ақпарат көздерімен өздігінше жұмыс істей алу қасиетін дамыту секілді күрделі педагогикалық міндеттерді шешуді де қамтамасыз етеді. Мұндай АКТ құралдарының қатарына интернет технологияларды да жатқызуға болады. Зерттеуші Андреев жаңа ақпараттық технологиялар жөніндегі білімдер мен дағдылардың өзгеру динамикасының қарқындылығы және интернет технологияларды өз қызметінде жоғарғы деңгейде пайдалана алатын кәсіби мамандарға деген сұраныстардың артуы мен оны тиімді қолдана алатын мамандардың аз болуы, соның салдарынан оқу орындарындағы компьютерлік парктердің тиімсіз пайдаланылуы арасындағы қарама-қайшылық оқыту құралы ретіндегі интернет технологиялардың дидактикалық мүмкіндіктерін оқу үдерісінде толығымен қолдануға кері әсерін тигізіп келе жатқандығын атап көрсетеді. Андреев пен Рубиннің анықтамасы бойынша интернет технология деп білім беру қызметінде оқу әдістемелік материалдармен пайдаланушыларды қамтамасыз ету үшін интернет желісін пайдалануға негізделген технологияны айтамыз. Ол ашық білім беру жүйесіндегі оқыту үдерісінің негізі ядросы болмақ. Интернет желісін пайдалануға негізделген технологиялар білім жүйесіндегі үлкен табысқа ие болуда. Білім берудегі интернет технологиялар ұғымын Губин, Мочин және Мартвинов толық кеңінен ашуға тырысуда. Білім берудегі интернет технологиялар кешендік, заманауи, бүкіл әлемде бір компьютерлік, желілік құрал-жабдықтар жиынтығынан тұратын, сондай-ақ әмбебап бағдарламалық әдістемелік қамтамасыз етуден тұратын, ең бастысы оқу үдерісін бұрын-соңды болмаған ақпарат көлемімен қамтитын, саны бойынша да, қол жетімділігімен де, пайдалану және табу жылдамдығымен де ерекшеленетін, ақпараттық бүкіл әлемдік массивінен тұратын көп қырлы көлемді ақпараттық орта. Ғалым Бородкин берген анықтама біршама интернет технологиялар ұғымын нақтылай түседі. Интернет технологиялар деп адамның шығармашылық ізденісін жетілдіруге, оның әлеуметтік үдерістерді басқару мүмкіндігін дамытуға септігін тигізетін, ақпаратты іздеу, жинақтау, сақтау, өңдеу, жіберу, ұсыну, қабылдау секілді қызметтерін іске асыратын әдістер мен техникалық құралдар жиынтығын айтамыз. Өз кезегінде интернет технологиялар оқу үдерісінде ең жетілген құрал-жабдық, кең көлемді ақпараттық орта, сонымен бірге ақпараттық алмасудың жаңа ұйымдастыру әдістемелік инфрақұрылымы болып табылады. Сондықтан да интернет технологиялар құралдары мен мүмкіндіктерін тиімді пайдалану, сонымен бірге оны үйрену, барлық оқу үдерісіне қатысушылардың, атап айтқанда білім ұйымдарының, басшыларының, профессор-оқытушылардың, технологтар мен әдіскерлердің, студенттер мен магистранттардың маңызды кәсіби қажеттілігі болып саналады. Тихомиров айтқандай, интернет технологияларды қалыптастырып келе жатқан күрделі ғылым саласы, оны терең ұғынуы үшін интернет желісін табысты пайдалануға қажетті кәсіби шеберлікті қалыптастыру мақсатында тәжірибелік жұмыстар жүргізілуі керек. Интернет технологиялар оқу үдерісінің болмысында өзгереді. Атап айтсақ, дәстүрлі сызықтық оқыту әдісіне қосымша болып, интернет тармақталған оқыту түрін жасайды. Мұндағы онлайн байланыс қаншалықты студент пен оқытушы болса, соншалықты көп бағытқа шығуы мүмкін.
Ақпараттық қор және әдістемелік тәжірибе бүкіл әлемдік компьютерлік желілер арқылы таралады және де оқу дәрісханасына ғана сыятын мазмұнмен шектелмейді. Студенттер және оқытушылар ақпаратты тұтынушыдан өзіндік онлайн ақпаратты өндірушіге айналдырады және де олар барлық әлемді қамтыған білім құрамасының қатысушылары болады. Сондай-ақ интернеттің ақпараттық және коммуникациялық күші дәстүрлі оқу құрылымдарын және жаңа білім бағыттарын, мысалы қашықтықтан оқыту, жаңартылады. Интернет технологияны білім беру үрдісінде қолданудың дидактикалық ұстанымдары деп оқыту мазмұнын талдауды, оқыту үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қамтамасыз етудегі бастапқы шартты түсінеміз. Дидактикалық ұстанымдар оқу үдерісінің белгілі заңдылықтарына сүйенетін және білім алушының психологиясын ескеретін, оқу үдерісін ұйымдастыру ерекшеліктерін бейнелейтін нормативті негіздер болып табылады. Ғалым Образцов ұсынған жоғарғы оқу орындарының ақпараттық технологияны қолдану шарттарына сәйкес келетін дидактикалық ұстанымдар. Бірінші, дидактикалық үрдістің және дидактикалық жүйенің оқыту заңдылықтарына сәйкестік ұстанымы білім алушылардың оқу танымдық іс-әрекетінің объективті заңдылықтарына сәйкес ұйымдастыру қажеттілігіне бағытталған спецификалық байланыстар, сондай-ақ білімнің мазмұны және оқытылуы арасындағы нақты тәуелділік болып табылады. Екінші, білімді нақты ойлауға негіздеу ұстанымы, яғни әрбір құбылыстың өзінің тарихи дамуында қарастыру, сол құбылыстың генезисін табу, оның дамуының заңдылықтарының әрбір сатысын бақылау. Келесі, теориялық білімнің негізгі жетекшілік рөлі ұстанымы, оқу материалының, мәселен тақырыптың жеткілікті үлкен мәнді жерін қарау үшін интернет технологияны қолданып дидактикалық үрдісті ұйымдастырудың мақсаттылығына негізделеді. Төртінші, оқытудың біліми тәрбие және даму функцияларының біліктері ұстанымы өз атауында көрсетілген барлық функциялардың өзара заңдылығын байланыстырып бейнелейді. Бесінші, білім алушының оқуға деген мотивациясын, оң қарым-қатынасын дамыту ұстанымы, оқу танымдық іс-әрекет пен мотивациялық қызығушылықтың өзара байланыстарының жетістіктерін бейнелейді. Сондай-ақ, күрделі мәселелік ұстаным шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін қабылдауға байланысты заңдылықтарды бейнелейді. Сонымен қатар білім мен әдістерді шығармашылық түрде қабылдау іс-әрекетіне негіз болады. Жетінші, оқытуда коллективті оқу жұмысын жеке тұлғаға қатынаспен біріктіру, ұстанымды оқытушыдан оқытудың сәйкес үлгілері мен мақсатты келістіруді талап етеді. Абстрактілі ойлауды көрнекілікпен үйлестіру ұстанымы оқу материалының әртүрлі қабылдауы мен бірге оны ұғыну, есте сақтау, қолдану мүмкіндіктері арасындағы заңды байланысты бейнелейді. Тұлғаның белсенділігіне байланысты оқыту ұстанымына сәйкес жоғарғы кәсіби білім беру саласында интернет технологияны пайдалану ең алдымен тұлғаның дамуына, оқыту субъектісі ретінде білім алушылардың ерекшелігін анықтау. Оқу ақпараттық қорын оқыту мазмұны мен дидактикалық жүйеге сәйкестендіру ұстанымы оқытушы мен студенттің тиімді еңбегінің оқу ғылыми жағдайына деген талаптарын бейнелейді. Интернет технологияға қойылатын негізгі дидактикалық талаптарды белгілеуге болады. Веб-технологияларды, электрондық кітапханалар мен энциклопедияларды тиімді пайдалануға бағыттау арқылы білім алушыны өзіндік ізденіс жұмыстарына бейімдейді. Соның негізінде оның зерттеушілік дағдысын қалыптастырады. Ақпараттық қоғам жайында білім алушыны нақты бір нәтижелі іс-әрекетке тарту арқылы оның тұлғалық сипаттарын дамытады. Интерактивті байланыс негізінде білім алушының өз ортасымен қарым-қатынас жасау қабілетін дамытады. Қандай да бір мәселені талдауда білім алушының қолайлы шешім қабылдай білу іскерлігін қалыптастырады. Желілік мәліметтер қорын пайдалану барысында білім алушының ақпаратты ерекше қызығушылықпен, шығармашылықпен өңдеу іскерлігін арттырады. Сонымен қатар, келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Оқыту үдерісінде қабылдаудың бірнеше арналарын пайдалануға, сезім мүшелерін белсендіруге ықпал жасау арқылы оқу ақпаратын презентациялауға, абстрактілі мазмұнды визуалдауға, оқу материалын әртүрлі типте ұсынуға,
Интернет технологияны мына тұрғыда пайдалануды ұсынады. Кәсіби іс-әрекеттің жеке түрін қалыптастыруды қамтитын оқыту құралдары. Кәсіби ортада ақпараттық үдерістерді ұйымдастыру ерекшелігін ескеретін ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерімен танысу. Қазіргі заманғы ақпараттық ортада шешім қабылдауды қалыптастыруды қамтитын кәсіби мәселелердің шешімінің қолдануы. Мәселені теориялық талдау және біздің тәжірибеміз мамандарды кәсіби дайындауда интернет технологияны тиімді пайдалану мыналарға тәуелді екенін көрсетеді. Білім алушылардың оқу-танымдық жұмысын ұйымдастыруда қолданатын педагогикалық құралдардың тұжырымдамалық тұрғыдан талданғанына, қазіргі маманның қызмет ортасына дайындығының деңгейіне, білім алушының интернет технология көмегімен кәсіби бағдарланған мәселелерді шешуге дайындық деңгейіне тәуелді. Интернет технологияның дидактикалық қасиеттері мен ұстанымдарынан интернет технологияны жоғарғы кәсіби білім беруде тиімді қолдануының дидактикалық шарттарын ерекшелеуге болады. Білім алушылардың кәсіби тұрғыда орнығуын, уақытын бақылау және диагностикалау, компьютерлік құралдарды кешенді қолдану, танымдық іс-әрекетінің сапалы жүргізілуін ұйымдастыру, оқытушылар мен студенттерді интернет технологияны қолдануға дайындау, материалдық және оқу әдістемелік базаны құру, оқытушылар мен білім алушыларда интернет технологияға деген оң пікірді қалыптастыру. Интернет технологиялардың компоненттеріне мыналарды жатқызуға болады. Оқытатын компьютерлік интернет бағдарламалар, интернеттегі электрондық оқулықтар, тренажерлік тесттік жүйелер, мультимедиа технологиясының базасында құрылған оқыту жүйелері, интеллектуалдық және эксперттік жүйелер, тармақталған желілік мәліметтер қоймасы, электрондық пошта, телеконференция сияқты телекоммуникация құралдары, электрондық кітапханалар. Назарларыңызға рахмет.